Үшінші Ә сынып оқушысы Исатаев Бердіхан. Мен Абайдың 7-ші қара сөзін оқып берейін. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем еке демекілік, не көрсе соған талпынып, жалтыр-жалтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып, бетіне басып, сырнай керіне болса, ер жетігірегенде ит үрседі, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене, ол неге өйтеді, деп көзі көрген құлағы естігеннің бәрін сұрап тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінбеген һәм көрінген һәм ең болмаса денелеп білмесе, адамдықпен орны болмайды. Оны білмеген соң, адамның жаны болмай, хайуанның жаны болады. Әзілде Құдай тағала адамның жанын, хайуанның жанын ірі жаратқаны сол әсерін көрсетіп жаратты. Сол қуат жетпеген, ми толмаған, ессіз бала күндегі, ол немене, бұл немене, ол неге өйтеді, деп бір нәрсені білсем екен дегенде, ұйқы тамақты есімізден шығып кететұғын ақыл кіргенде, ер жеткен соң кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолын неге салмайды екенбіз? Сол өрістетіп, қазынамызды көбейтсек керек еді. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Қорғадай шолап, ауылда бұқтықтан ұзамадық. Ой, Тәңір-ай, кімнен кім артық дейсің? Жас күнімізде жан билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күш енген соң, билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Көзбен қарамадық, көңілмен қарамадық. Көңіл айтып тұрса да сенбедік. Көзбен көрген сыртын көрген-ақ тойдық. Сырың қалай болады? Оны білмеген кісісінің несі кетіпті дейміз. Біреу ақыл айтса, өз білгенің өзіңе, өз білгенің өзіңе. Кісі ақылы бай болғанша, өз ақылыңмен жарлы бол. Артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбен көрген біздің хайуан малдан неміз артық? Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Енді біз осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білеміз деп таласпайды. Біз түк білмейміз, біз де білеміз деп, біз надандығымызды білімділікке бермей, өле тірі ағзамызды адыр айтып кетеміз.